Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай торт жасайтын боламыз. Алдымен үш жұмыртқамызды ыдысымызға салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, осындай ыдысымызда қоюлатылған сүтімізді сгущенкамызды салып, миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Ұнымызға қосқышымызды қосып, онда қоспамызға бөліп салып араластырамыз. Сары майды ерітіп, онда қоспамызға салып араластырамыз. Біздің қоспамыз дайын. Осындай қылып пергаменттерге бөліп салып, пешімізге салып пісіріп аламыз. Коржиктарымыз дайын болды. Енді осыған арасына кремдерімізді жағып торт дайындаймыз. Міне. Сыртын әсемдейміз.